Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәрісте біз тізбек теоремаларының соңғы түрі максималды қуатты тасымалдау теоремасын қарастырамыз. Көптеген тізбектер максималды қуатты қоректендіру көзінен жүктеме резисторына RL тасымалдануын талап етеді. Қуат тасымалдаудың екі мәселесі бар. Бірінші тиімділігі энергиямен жабдықтау жүйелері электр желілеріндегі шығындарды азайту арқылы қуатты ең үлкен тиімділікке жеткізу. RT-ны азайтуымыз керек. Бұл қорек көзінің және электр желісінің кедергісін білдіреді. Өнімділігі сигнал тарату кезіндегі мәселенің бірі жүктеме кезінде сигналдың максималды күшіне жетуі болып табылады. Максималды қуат RL-ге ауысатын шартты табуымыз керек. Біз максималды қуатты тасымалдау мәселесінде оған берілетін қуатты максималды ететін RL резистордың мәнін табамыз. Яғни мына резистордың мәнін табамыз. P қуатымыз тең болады I квадрат көбейтілген RL. I тең болады кернеу көзі бөлінген RT қосылған RL-ға. Яғни қуатымыз тең болады VS бөлінген RT қосылған RL квадрат көбейтілген RL-ға. Максималды қуатты тасымалдау нүктесі үшін dP бөлінген dRL тең болады 0-ге туындысын табуымыз керек. Яғни ол бізде мынаған тең болады. Егер RT қосылған RL квадрат минус 2 көбейтілген RT қосылған RL көбейтілген RL 0-ге тең болғанда, туындымыз де 0-ге тең болады. Квадрат теңдеудің шешімі RT тең RL болады. Яғни осындай жағдайда максималды қуат тасымалдауын аламыз. Егер біз оны MATLAB немесе басқа программа жүйесі арқылы алатын болсақ, X өсінде RL бөлінген RT және Y өсінде P бөлінген P максималды мәндерін қолданамыз. Бұл жерде P максималдының мәні RL бөлінген RT 1-ге тең болған кезде максималды мәнге жетеді. Тізбектің жүктемесіне максималды қуатты тасымалдайтын жүктеме кедергісі RL-ді табуымыз керек және RL-ге жіберілген максималды қуатты анықтауымыз керек. Бұл есепті шешу үшін біз біріншіден тізбектің сол жағыны Твенин эквивалентін анықтаймыз. Яғни жазамыз плюс-минус 180 вольт 30 ом резистор мұнда 150 ом резисторымыз бар мына жерде және мұнда плюс-минус V ашық тізбек кернеуіміз бар. V ашық тізбек кернеуіміз тең болады 150 бөлінген 30 қосылған 150 көбейтілген 180 вольтқа. Яғни есептейміз ашық тізбек кернеуіміз тең болады 150 вольтқа. Енді екіншіден біз Твенин резисторын кернеу көзін қысқа тұйықтау арқылы анықтаймыз. Мұнда 30 ом резисторымыз болады және оған параллель 150 ом резисторымыз бар. Енді әр Твенин резисторын анықтау үшін бізде 30 ом резистор мен 150 ом резисторымыз параллель, яғни нәтижесінде 25 ом шығады. Сәйкесінше бізге енді эквивалентті тізбекті саламыз. Плюс-минус ашық тізбек кернеуіміз мұнда 150 вольт. Және мұнда 25 ом Твенин резисторымыз. Және мына жерде максималды қуатты тасымалдайтын жүктеме кедергіміз тең болады 25 омға. Яғни біз RL-ді таптық, енді P максималды қуатымызды табамыз. Ол тең болады I квадрат, яғни мына жермен өтетін тоғымыз көбейтілген
RL-ға тең болады 150 вольт бөлінген 50 ом квадраттаймыз көбейтілген 25 омға тең болады 225 ватт. Сонымен максималды қуатымыздың мәні 225 ваттқа тең болады. Тізбектің жүктемесіне максималды қуатты тасымалдайтын жүктеме кедергісі RL-ді табыңыз. Басқаша сөзбен айтқанда, RL-ді жоқ деп санап, бізге V ашық тізбек кернеуін және I қысқа тұйықталу тоғын анықтауымыз керек. I қысқа тұйықталу тоғын табу оңайырақ болады. I қысқа тұйықталуымыз бізде мына жерде болады. Яғни мына 4 ом резисторымыз жоқ болады деген сөз. Мына жерде сілтеме түйініміз болады. Және мұнда 0, мұнда 0 болады. Сәйкесінше VAB бізде тең болады 0-ге. VAB 0-ге тең болатын болса, 2 VAB-мызда бізде 0-ге тең болады. Онда бүкіл тізбек осы схемаға дейін азаяды. Сызып көрейік. Плюс-минус 6 вольтымыз бар. 6 ом резистор. Мұнда қысқа тұйықталу тоғымыз бар. Тоғымызды анықтайтын болсақ, ол тең болады 6 вольт бөлінген 6 ом, яғни 1 амперге тең болады. Алдыңғы слайдта біз I қысқа тұйықталу тоғын анықтадық. Ол бізде тең болды 1 амперге. Бізге V ашық тізбегін табу керек. Яғни плюс-минус V отсы. Ол тең болады VAB-ға. Сондықтан 2 VAB бізде тең болады 2 көбейтілген V отсыға. Егер I тоғы осы тізбек бойымен жүретін болса, онда біз тізбек үшін Кирхофтың кернеу заңын жазамыз. Яғни 6 көбейтілген I азайтылған 2 көбейтілген V отсы қосылған 4 көбейтілген I тең болады 6-ға. 5 көбейтілген I минус V отсы тең болады 3-ге. Енді V ашық тізбек үшін қатынас жаза аламыз ба? Жаза аламыз, өйткені біз мына түйінді ашық тізбек деп қабылдайтын болсақ, онда бізде мына жерде сілтеме түйініміз болады. Яғни біз I тең болады V отсы бөлінген 4 деп жаза аламыз. Енді осы I-дің мәнін мына теңдеуге қойып есептейміз. Яғни бізде мынандай қатынас пайда болады. 5 бөлінген 4 көбейтілген V отсы азайтылған V отсы тең болады 3-ге. Яғни бұл жерден V отсыны табатын болсақ, бізде 12 вольтқа тең болады. Енді бізде V отсының мәні бар, және I қысқа тұйықталуымыз бар. Енді R Твенин резисторын анықтаймыз. Яғни V отсы бөлінген I қысқа тұйықталуға. Тең болады 12 вольт бөлінген 1 ампер 12 омға тең болады. Енді RL жүктеме кедергісі бізде R Твенин резисторына тең болады. Яғни 12 омға тең. Осымен максималды қуатты тасымалдау теоремасын қарастыруды аяқтадық.